Қайырлы күн, құрметті телекөрермендер. Сіздермен мен Нұрлан Қайратұлы. Қазіргі таңда техниканы жүргізу мен оны жөндей білу екеуі екі түрлі мәселе. Сонымен бір күн бір кәсіп бағдарламасы аясында автокөлікті жөндеу және техникалық қызмет көрсету мамандарының бір күндік өміріне шолу жасасақ. Ассалаумағалейкум. Бекарыс бауырым. Енді мына өзің темір тұлпарды тірілткен мамансың ғой. Жалпы сұхбат беріп, уақытыңды бөлгеніңе рахмет. Жалпы өзің жайлы қысқаша мәлімет берсең. Менің атым Бекарыс Жандарұлы. Осы кәсіпті дөңгелетіп келіп жатқаныма 5 жылдай уақыт өтті. Қазіргі уақытта Ордабасы ауданында Темірлан елді мекенінде өз кәсібімді дөңгелетіп жатырмын. Дұрыс. Мынау қазіргі таңда неше түрлі көліктер сіздерге келіп, өзінің қызметін сұрап жатқан жайы бар. Енді өзіңіздің бір күндік өміріңізбен таныстырсаңыз. Әрине кет. Ал Бекарыс бауырым, осы мамандықты таңдауың басты себебі неде? Осы мамандықты таңдау басты себебім менің әкем темір шебері болатын, және де менің де бала кезімнен осы темір шеберлігіне қызығушылығым болатын. Сол себептен мен мектепті бітіре салысымен Ордабасы ауданы Шұбар елді мекенінде 18-ші колледжде оқып бітіріп, осы кәсібімді дөңгелетіп жатырмын қазіргі уақытта. Дұрыс. Мынау автокөлікке қандай қызмет жүргізілді екенін түсіндірсеңіз. Бұл салаға кірмей жатып, арнайы киім киіп алсақ. Автокөлікке қандай қызмет көрсету жұмыстары жүргізілді? Бұл автокөлікте көлік қозғалтқышының клапан бөлшегін ауыстырдық, жұмысы жүргізілді, және де бұны аяқтадық. Міне мына көлікте көлік қозғалтқышын алып тастағанбыз, және де бұны жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз қазіргі уақытта. Және де шанақ бөлімінде дәнекерлеу жұмыстарын жүргіземіз. Міне ішкі бөлігі көріп тұрғаныңыздай жалпы қалпына келтіреміз. Дұрыс айтасыз. Ал енді менде осы жұмыс істеп көрсеңіз. Қауіпсіздік шараларын сақтаңыздар. Мына көліктерде электр жүйелерінің ақауларын, бөліктерін тауып, қалпына келтіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз қазіргі уақытта. Бұл жерде көптеген ақаулар бар. Клиенттердің көңілінен шығып, өзіңіздің қызметтеріңізді жақсы атқарып жатқан жайымыз бар десеңізші, жалпы. Дұрыс айтасыз. Ал мына көлікте, бұл көлікте де тура сол мәселе. Бұл көлікте ішкі сымдарын еріген жайы бар. Осы ішкі сымдарын реттеп, қалпына келтіреміз, Алла қаласа. Мұндайға жүріңіздер. Бұнда Lada Priora автокөлігінің беріліс қорабын жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Міне мұнда Lada Priora автокөлігінің беріліс қорабының бөлшектерін ауыстыру жұмыстары жүріп жатыр. Міне олар міне жерде жатыр. Бұл бөліктерде арнайы болттары шешіліп, өздігінен шешіліп, ішіне түсіп, және де мынау істердің ортасына шайналып қалған. Сол себептен коробка өзінің несіне түспей қалған. Су бөлігінен астынан су аққан, және де асты тиіп, көліктің осы жерінен ауа шығып жүр. Ал Бекарыс бауырым, бір күндік өміріңмен таныстырып, жалпы уақытыңды бөлгеніңе рахмет. Арзымайды.